сізге өміріңіздегі өзіңізге ең ауыр соққы не болды деп есептейсіз? Пенде ретінде әрине ең жақын адамдарынан, әкемнен, анамнан айырылған, басқа да жүрекке жүк түсірген алапат қайғы, ауыр қазалар. Сосын келіспеушіліктің кесірінен ат құйрығын үзісуге мәжбүр болған кейбір адамдардан, жақын адамдан тірідей айырылған кездерім. Ең ауыр соққы болған кездер. Бұл пенде ретінде. Жалпы қоғамдық тұрғыда айтатын болсақ, маған енді 2011 жылғы Жаңаөзен қырғыны, 2022 жылы қанды қаңтар қатты ауыр тиді. Санама салмақ салып, жүрегіме, жүйкеме жүк түсіріп, терең ізін тастап кетті. Тіпті қатты қартайтып жіберді десем де болады. Көнеден жеткен сөздер арқылы көрген, естіген қасіреттерден гөрі көзіңмен көрген тақсіреттер мен тауқыметтерді салмағы таудай болады негізі. Біздің ұрпақтың пешенесіне осындай ауыр жағдайларды көруге жазды, қазақтың басына түскен. Жалпы мына халықтың басына түскен қасіретті жағдайлар, қаралы оқиғалардың барлық ақын жүрегін сызығы арқылы өтеді деген тәмсіл бар ғой. Сол негізі рас. Мен үшін елімнің еңкейгенінен, халқымның қайысқанынан, қамыққанынан, жұртымның жоқтау айтып жылағанынан артық ауыр нәрсе жоқ. Ол тек ақын ғана емес, жалпы ел үшін жан ауыратын, ертеңгі болашағының ұрпағына алаңдайтын, кез келген есі дұрыс азамат үшін ең қиын күндерде, ең ауыр шақтарда, ең сынақ сәттерде сол анасының жылағаны мен баласының құздан құлағаны сияқты ана халқының қатты қамыққан, ұлтының нақақтан қырғынға ұшырап, намысының жерге тапталған кездері. Міне сондай болу керек деп есептеймін. Туған халқының басына түскен әртүрлі алмағайып шақтар бұл адам баласына өзінің ауыр ізін салмай кетпейді.